Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгінгі шығаратын есебіміз өткенде берген тапсырма бойынша мына егізелге қазір салып көрсетейік. Мысалы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 осы сандылық бойынша солдан оңға қарай, сосын астына түседі, оңнан солға қарай, сосын қайта астына түседі, солдан оңға қарай, сосын астына түсіп, оңнан солға қарай рейті бойынша сандар жүріп отыру керек болған. Енді бұны біз шығармастан бұрын бұл Python бағдарламалау тілінде қандай заңдылықтар бар, соған назар аударуымыз керек. Бірінші заңдылық бойынша бізде i-дің мәні 0-ден бастап артатын белгілі. Мысалы, мына жерге мен j-дің мәнін жазайын. 0, 1, 2, 3. Сосын 0, i-дің мәні 0, 1, 2, 3 бойынша артатын белгілі. Енді мына жердегі мына қатарымызға біздің сандардың бағанағы заңдылық бойынша шығып отыру керек. Мысалы, бірінші ұяшыққа жазайын. Бірінші ұяшыққа жалпы мынада негізі 0-ден басталып, ең соңында 3-ке дейін аяқталады. 3 көбейтілген a-ның мәні тұрақты түрде. a-ның мәні тұрақты сақталу керек бұл жерде. Сосын бұған қосамын және де мына жердегі i-дің мәні қосуым керек. Сосын бұған j-дің мәні кезегімен артып отыру керек. Кезегімен артып отыру керек. Екіншісінде дәл солай i-дің жалпы n-ның мәні болады. Бұған сол қатардағы i-дің мәніне мына жердегі a4 немесе i-дің мәнін көбейтеміз. Сосын және де осы 3 жалпы ұзындығы, оған қосамын. i-дің мәні тұрақты түрде қосылып отыру керек. Оған және де қосамын. Аламын, бұдан j-дің мәнін алып тастаймын. Көретін болсаңыздар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді үшіншісінде мына ұяшықтағы мәнді көшіріп алайын. Бұл жерде A5. Бұл жерде A5. Сосын бұл жердегі A5 қосу. A5 қосу. Осы сандылық бойынша. Бұл жерде A35 болып кеткен екен. A5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді бұл қатарда 12, 13, 14, 15 деген сандар шығу керек. Енді бұнда дәл солай мынадағы ұяшықтағы мәнді көшіріп алайын мен. Мына ұяшыққа тастайын. Бұл жерде A4 емес, бізге керегі A6. 15.
чыгыптык жылжытатын болсак заңдылык орундалды. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 деген. Заңдылыгыбыз орундалды. Бул жерге карап отурсаңыздар, бул жерде так болгон жагдайда, жуп болгон жагдайдагы колдонатын формуламыз, сону так болгон жагдайдагы формуланы колдонсак болот. Енді Python бағдарламамызға керек. Бірінші бізге бастамызда ем деген мәнді ендіріп алуымыз керек. Ем бұл жерде нақты сандар. Енді for циклімен ен бұл жерде енді алмайды, сондықтан ен қосылған бірге дейін деп алуымыз керек. Сол кезде енің мәнін алатын болады. For G деген және де циклімізді қолдануымыз керек. Ен қосылған бір. Бұл жерде I дегеніміз мына егзелдегі мына қатардағы мәндер I-дің мәні болып есептеледі. Мына қатардағылар G-дің мәні болып есептеледі. Енді ары қарай бұл жерге print бір абзац төмен түсіріп жазу үшін және де енді шығаруымыз керек. Бұл жерде шарт қолданамыз. Егер I дегеніміз жұпсан болса print шығару керек. Бұл жерде жұпсан болғандағы формуланы қарайтын болсақ, мына 3 дегеніміз негізі ен. Дегеніміз негізі ен. Енді бұл жердегі I-ға көбейтеміз. Соңын сол қатардағы I-дің мәнін қосамыз. Содан кейін G қадамы жекелеп қосылып кете беру керек. Мысалы ен көбейтілген I қосылған G. Енді тең бір пробел жазу үшін. Егер ол қатарымыз бізге так сан болатын болса, print ен көбейтілген I қосылған ен қосылған I алынған G. Енді деп бұлай жазайық. Бұл жерде егзел барды қайтадан қарайық. Бұл жерде мысалы міне енді қосқан, енге сол G-дің мәнін көбейтіп беріп отырған. Соңын жеке-жеке бұл жерде B2 дегеніміз G-дің мәнін алып ұстаған. Бағдарламамыз негізі дайын болды. Енді іске қосып көрейік. Бұл жерде еннің мәнін тұрап тұр 3 дейтін. Міне 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 шықты. Енді бізге қазір 3 деген сан жазайық. 3 мін жерге бір 4 деген сан жазайық. 4 деген сан жазсамда 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 астыға түседі, 14, 15 астыға түседі, 19-ға барады астына түседі. Осындай заңдылық бойынша дамып отырған көруіміз болады. Енді келесі тапсырма бізге мысалы келесі тапсырма 0, 1, 2, 3 сандар жазыла берсін. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осы заңдылық бойынша мына бағаннан төмен қарай қазір бояйын мен. Мына сары түспен боялғандардың қосындысын шығару керек. Және тек қана осындай үшбұрыш формасында тізбекті шығарып беру керек. Келесі тапсырмаға осыны істеп көрсеңіздер болады. Жақсы, сау болыңыздар.